Сәлем достар, қажет арнасы киномандарға аса қажетті. 23 жасында 2 аптада $7,000 арзан кино түсіріп, $2 миллион пайда тауып, алып Голливудты аузына қаратқан атақты режиссер Роберт Родригестің 10 минуттық дәрісін ұсынады. Қысқаша ақпарат берсек, мексикалық маман өзі сценарист, режиссер, оператор, продюсер, композитор, монтажер, суретші, техник, әкесінің аузы 8 қырлы бір сырлының нақ өзі. Алғашқы киносында $7,000 табу үшін қанын сатқан, қан өткізіп жат сценарий жазған, нәр татпастан асхана мен дәретханаға бармай тәулік бойы тапжылмай монтаж жасаған жанкештінің дәл өзі. Біздікілер бүгін түсіріп ертең премьера жасап жатқанда, бұл жігітің біздің шөбере шөпшектер тамашаласын деп құпия киносының премьерасын ғасырға, яғни 2115 жылға арнап тастаған. Әлгі Мексикада испанша түсіріп, Америкада көрсеткен арзан киносы кәдімгі мектептерде испан тіл сабағында көрнекті құралға айналған. Сол киносы жайлы жазған кітабы бүгінде есі дұрыс киногерлерге әліппе тәрізді әуелі. Ендеше кеттік. Бәрекелді. Әйгілі режиссерлардың бір айтқан екен, киноның қыр-сырын 2 аптадан меңгеруге болады деп. Меніңше ол кісі артық кетті. Біз бәрін 10 минутта үйренеміз. Тек қана тыңдаңыздар. 10 минуттан кейін түсініп, бұл жерді босатасыздар. Сонымен, сіздер режиссер болғыларыңыз келеді ғой? Иә, өте дұрыс. Демек, сіз режиссерсіз. Сіз режиссер болғыңыз келсе, онда режиссерсіз деген сөз. Сондықтан визиткаларыңызға режиссермін деп жазып, достарыңызға, туыстарыңызға таратыңыздар. Қайталап айтам. Кино әлемінде режиссер болуды армандаған сәттен бастап, сіз режиссерсіз. Осыны ешқашан ұмытпаңыз. Енді іске кірісейік. Тек қана шығармашыл болу аздық етеді. Жан-жақтылық қажет, яғни технар болу керек, техниканың майын ішу керек. Шығармашылық адамдар шығармашыл болып туылады. Егер сондай болсаңыз, онда Құдай берген екен. Өкінішке орай технарлар ешқашан шығармашыл болмайды. Алайда көптеген шығармашыл адамдар тума талантына сеніп, басқа ештеңе үйренбейді. Есесіне солар технардың көмегіне көп жүгінеді. Оларға мұқтаж. Техниканы меңгеріңіз. Егер сіз шығармашылық технар болсаңыз, онда сізді ештеңе тоқтатпайды. Тәжірибе. Тәжірибеңіз бар ма? Әрине бар. Сіздер фильм көресіздер. Енді тек түсірудің тәжірибесін жинау керек. Қолыңызға камера алып, өз фильміңізді түсіргенде өте көп нәрсе үйренесіз. Нағыз тәжірибе сол. Қателік жіберіңіздер. Әрине, қателік болу міндет емес. Бәрі субъективті түрде. Өнерде біреудің жіберген қателігі өзгеге сабақ болады. Осыны қолданыңыз. Мұның өзі өнер екенін айтыңыз. Өз қателігіңізді айтыңыз, сұраңыз. Сізден де көп сұрайды. Сценарийден бастаңыз. Біреу жаза ала ма? Жоқ, тамаша. Барлық сценаристер бірдей жазады. Әркім өзінше жазсын. Сізді ерекше ететін де сол. Сізге сценаристер курсына жазылуға болады, бірақ кино мектептерге бармаңыздар. Ол жерден басқалардың фильм түсіруді ғана үйренесіз. Бізге жаңа ерекше фильм керек. Сценарийді қалай жазу керек? Ақшаңыз аз, қалтаңыздың халі белгілі. Әйтпесе менің курсыма келмес едіңіз ғой. Шынымен кино түсіргіңіз келе ме? Онда көп ақшаға жетемес. Сіз түсіру алаңында көп уақыт өткізіп, мол ақша жұмсауыңыз мүмкін. Біз бұған шығармашылық жақтан келейік. Сценарийді сізде бар мүмкіншілігіңізге қарай жазыңыз. Мысалға, сіздің үйіңіз. Сізге арзан кино керек. Арзан киноны қалай түсіруге болады? Жан-жағыңызға қараңыз. Сізде не бар? Егер әкеңіздің дүкені болса, онда осы дүкен жайлы фильм түсіріңіз. Анаңыз қайда жұмыс жасайды? Мұғалім бе? Мұғалім жайлы түсіріңіз. Тіпті итіңіз бар ма? Ендеше ит туралы түсіріңіз. Мен Эльмариатчы түсіргенде менде тасбақа, гитараның қабы және өзім тұрған қала болды. Мен осылар жайлы фильм түсірдім. Өз фильміңізді қалай елестетесіз? Раскадровка. Оны жасауға да болады. Яғни фильм түгелімен сызып шығу керек. Ал мен не істеймін? Мен таза ақпаратты аламын да соған қарап өз фильмді көремін. Жай ғана көзіңізді жұмыңыз. Экранда сіздің киноңыз деп ойлаңыз. Кадрден кадрге, эпизодтан эпизодқа дейін бәрін көріңіз. Аппақ парақты алып отырыңыз да көзіңізді жұмыңыз. Миыңыздан сіздің киноңыздан басқаның бәрін шығарыңыз. Ақырын әлде тез, көңіліне ой салатын бәрібір. Сосын осы көргендерді жазыңыз. Әр кадрден жазыңыз. Енді тек түсіру ғана қалды. Құрал жабдықтар. Нашары әлде кереметі бәрібір. Сізге құрал жабдыққа аса бас қатырудың қажеті жоқ. Бұл сіздің алғашқы фильміңіз екенін еске алыңыз. Сіз Спилберг емессіз ғой. Мен мұнаны Эльмариатчиде қолдандым. Осыған ұқсас. Бұл 16 мен 16 қолдандым. Осының арқасында тез қозғалдым, көп әрекет жасадым. Себебі жеңіл, бірақ дыбыстары шулы көп. Сондықтан дыбысты қайта бөлек жаздым. Бұл камера $2,000 тұрады. Аз ақша емес, иә? Сол үшін кімде бар, содан алыңыз. Мен сөйттім, камерасы бар, бірақ қолданбаған біреу таптым, жалға алдым да киномды түсірдім. Өте жақсы штатив, әрі сенімді штатив. Камераға не керек? Ол орнығып тұру қажет. Камераны штативке мықтап орнатсаңыз жеткілікті. Болды. Киноңыз зың болады.
Фильмді штативпен түсіріңіз. Мүгедектер арбасына отырыңыз да ары бері жүріңіз. Фильмге энергия қосыңыз. Маған ең алдымен ұнайтыны фильмде энергия мен жарықтың көп болғаны. Көптеген кинокомпаниялар осындай көп энергия мен жарықтың жартысын да жасай алмайды. Себебі оларда өте жақсы штатив, аса үлкен түсіру тобы бар. Барлығы баяу қозғалады. Бәрі есептелген, жансыз сияқты. Киноға жан беріңіз. Қымбат құрал жабдықтан бас тартыңыз. Өте жақсы, есесіне өте ауыр. Ең керек сіздің екі қолыңыз. Сол дұрыс. Бұл жарық түсіргіш, мен осындайды пайдаландым. Бұл спотметр. Жақсы, бірақ айтарлықтай керемет емес. Қарапайым, істетуге болады. Объектіге бағыттап сандарға қараңыз. Спотметр сіздің досыңыз. Сосын диафрагмаға сәйкестендіреміз. Болды енді. Камера дайын. Түсіруді бастаңыз. Жарықтан қате жібермеңіз. Эльмариачиде екі жарық түсіруші аспабым болды. Кәдімгі үйдегі лампа. Ғимараттардың ішіндегі түсірілімде қолдандым. Жарықтандыру күңгіртте болды. Себебі мұның күші аз. Осындайда жіберген қателіктер сіздің режиссерлік шешіміңізге байланысты. Соңында постпродакшн. Сіз фильмді түсіріп болған соң не істеу керек? Достар, бұл сізге нағыз дос болады. Видеомонтажды жүйе, компьютерлік жүйе, қолжетімді, аса қымбат емес. Фильмді пленкада монтаждамаңыз. Пленка сізге жауып. Пленкаға түсіруге болар, бірақ пленканы монтаждамаңыз. Егер пленканы монтаждаңыз келсе, дәл қазір дереу класстан шығып кетіңіз. Барыңыз да $20,000 киномектепке жұмсап монтаждай беріңіз. Компьютер өте ыңғайлы. Кинопленка баяу, қымбат, ол сіздің шығармашылығыңызды ақсатады. Пленка өте ұзын. Ойлаңыз, түгел киноңызды пленкаға созып жазуды. Артымды қинап не керек, а? Басқа да жол бар ғой. Бұны лақтырыңыз әкесін. Киноңызды тез, ыңғайлы, осы сандық форматта монтаждаңыз. Мен ақшасы түсірдім. Осы машинкамен сандық форматта монтаждадым. Бәрі тамаша шықты. Таза, анық, түрлі түсті. Көшірмесін жасап күллі Голливудқа тараттым. Түсінсеңіз, пленкаға түсіру шынымен де артық мәселе. Ақшаны желге шашу. Мұнаның бәрін реттеп дұрыстап қарау керек. Бұл бәленің көшірмесі де қымбат. Ешкімге керек емес қазір. Соткамен болса да сандық форматта түсіріңіз. Жұрт көрсін, бағаласын. Сонымен, сіз фильмді түсірдіңіз, монтаждадыңыз, адамдарға көрсеттіңіз, оларға ұнады. Енді не істейміз? Ең бірінші сізге агент табу керек. Голливудта ашқасырлар толып жүр. Соның ішіне сізге жұмыс істейтін біреуді табыңыз. Ол адам сізге табысты келісімдер жасайды, жақсы баға қояды және тамаша кино түсіруге мүмкіндік береді. Олар киноға көп ақша салады. Қараңғалғыр ондай жүйеге тапталып кетпеңіз. Ал сіз кино түсірудің арзан екенін көрдіңіз. Мұны Голливуд білмейді. Сіз арзанға тамаша фильм түсіре аласыз. Бұл сіздің артықшылығыңыз болады. Мен әлі күнге дейін аз бюджетті фильм түсіремін. Есесіне қымбат көрінеді. Өйткені мен сіздерге көрсеткен осы техниканы жақсы меңгердім. Сіз былай істеңіз. Голливудқа барып аз бюджетпен мықты кино түсіріңіз. Міне сонда сіздің киноңыз сіз қалағандай болады. Бұл сізге шығармашылық еркіндік, мол ақша, өз еліңіздегі постпродакшнға мүмкіндік береді. Және солай болу керек. Сіз көп ақшаның күшіне сенбеңіз. Ақшасы көп біреуге жұмыс жасайсыз, ол қандай актер ойнау керек, не істеу керек, бәрін бақылауды ұстайды. Ол көп ақша береді, одан да көп алғысы келеді. Сол себепті аз бюджетпен болса да өзіңіз түсіріңіз. Сізге көп қаржы кеткен кино емес, киномен көп қаржы табу керек қой. Сондықтан мол бюджетке тәуелді болмаңыз. Қаншалықты көп ақша тапсаңыз, соншалықты еркіндік, құрметке ие боласыз. Мінекей, мол қаржы табу сол үшін керек. Осымен болды. Маған бар фильм түсіру керек. Сіздер бірдеңе түсінді деп үміттенем. Камера алып өз фильмдерін түсіреді деп ойлаймын. Өз идеяларыңыз жазады деп сенем. Шабыттанып жата берудің керегі жоқ. Бастаңыз. Сіздің қолдан келеді. Голливудта кездесейік. Түк те қорықпаңыз. Дыбыстаған Думан Бақыт келді. Сізге қажеттінің бәрін көргіңіз келсе, қажет арнасына жазылыңыз.